Так, HTML негіздері. HTML веб-парақ құруға арналған программалық өнім болып табылады. HTML веб-шолғышта көрсетілуге арналған гипермәтін мен басқа ақпараттардан тұратын веб-парақшаларды жасауға арналған белгілеу тілі. HTML тілін британ ғалымы Тим Бернерс-Ли 1986 жылы 1991 жылдары Женева Европалық ядролық зерттеу орталығында жасап шығарғаны болатын. Мына кестеде HTML нұсқалар көрсетілген. Соңғы нұсқасымен толық танысамыз десек, онда мына жерде www.w3.org сайтынан оқып танысуға болады. Идеяның негізгі мазмұны программа браузерге арнайы түйін сөз тектердің көмегімен мәтінді қалай бейнелеу керек екенін білдіру. Ал тек бұрыштық жақшаларға алынып жазылған құжаттың толтыруын және қызметші ақпаратты анықтайтын арнайы сөз. Тегтердің көбісі ашылатын тег және жабылатын тег слэш арқылы жазылады. Келесі HTML құжатының құрылымы көрсетілген. Мына жерде оны адамның суретімен сәйкес қойып жатырмыз. HTML бұл тег ең үлкен контейнер. Мұнда веб-парақшаның толық элементтері қатысады. Сонымен қатар бұл тегтің ішінде head, body тегтері міндетті түрде орналасады. Енді head ол аудармасы басы деп аударылады. Мұнда міне адам суретінің басына сәйкес орналастырып қойдық. Бұл құжаттың басы. Сол head'тің ішінде бізде title тегтар орналасады. Бұл құжаттың тақырыбы. Ал body тегі ол бізде аударғанда дене деп аударылады. Бұл веб-парақшаның денесі. Body тегтарда бізде орналасады. Тек мәтін ғана емес, және тағы да басқа объектілер, ол мәтін, сурет, аудио, бейне болуы мүмкін. Оны біз келесі сабақтарда қарастырамыз. Енді веб-парақшаны құру үшін бізге қажетті құралдар ол блокнот, стандартты программа және компьютерде орналасқан браузер. Блокнот программасын басты мәзір тізімнен қолдануға, егер жиі қолдансақ тізімде тұрады. Егер болмаса стандартты программалардың ішінде орналасуы мүмкін. Не все программы стандартные. Осының ішінде міне блокнот. Блокнотқа басында айтылып кеткен тегтарды, негізгі тегтарды тереміз. HTML, head, title, body тегтары теріледі. Жаңағы title тегінде менің бірінші парақшам деп көрсеттік, ал body'да текстің негізгі үлгісі деп үлгі ретінде. Одан кейін ол тапсырмалардың ол блокнотты файл сохранить как деп сақтаймыз. Сайт құрған кезде жеке бума құрып алу керек. Не бізде сайт бумасы бар, сонда орналастырамыз. Одан кейін мына жерде енді бірінші сайтқа біз көбінесе индекс деп атау береміз. Индекс кеңейтілімі нүкте HTML деп. HTML. Так. Сохранить. Сақтадық. Жабамыз. Енді жаңағы бумамызды ашамыз. Индексті ашамыз. Бізде міне менің бірінші парақшам текстің негізгі үлгісі деген мәтін шықты. Бүгінгі осы сабақта қарастыратынымыз осыны барлығын орындап көріңіздер. Одан кейін скриншотын маған жіберіп көресіңдер.